Едіренова Злиха апайдың өзі шығарған қарттар үйі деген мәнерлеп оқу. Қабыл алыңыздар. Дәстүрге жол тобындағы бір мүше едім бір кезде. Сол Алтынай ханым деген біздің басшымыз осы қарттар үйіне қаржылар жинап өзіміздің атымыздан келіп анау осында мекендеген кісілерге біраз қамқорлықтар жасаған еді да. Сол кезінде айтып барды бізге, бір аналардың көз жасын, мөлдіреген көздерін, қиналып айтқан сөздерін, балаларының бақпағандарын, содан маған бір ой туып, бір өлең соған шығарғанмын. Соны сіздерге оқып берейін, қабыл алыңыздар. Қарттар үйі. Қайдан шықты салтымызға жат мынау? Қарттар үйі естігенде қатқылдау. Амал қанша сіңді келіп бізге де, ата-ананы бақпау, сүймеу, жақтырмау. Бізде жоқ еді тіке қарау көзіне, қарсы айту ата-ананың сөзіне. О дүниелік болғанша қарттары қонақтаушы еді ұрпағының төріне. Мұнда кім бар? Жайлы мәлде үйінен, жақсы мәлде үйде жүрген күйінен. Қандай себеп болды қартқа келуге, ұрпағына түсіне алмай күйінем. Әз ананы асыраған арқалап, арам бала өсіп көзі қанталап, сыйғызбадау, тұрғызбадау үйінде күші тайған шақта қорғып, занталап. Орындалмай жас кездегі арманы, барма екен ұрпақ сүймей қалғаны, барма әлде мәпелеген ананы, без бүйрегі мұнда әкеліп салғаны. Барлығының болуы да мүмкін ау, тағдыр кімге қалай қарар бұл сұрау. Қолдан келсе қамқор болып, демеу боп жүрейікші жұртым ау. Молодец, молодец. Рахмет, спасибо.